Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен өте дәмді хит трайфл десертін дайындаймыз. Бізге қажетті заттар: чайный ложка ванилин, 180 грамм су, 200 грамм құмшекер, 1 чайный ложка разрыхлитель, жарты чайный ложка сода, 2 жұмыртқа, 270 грамм ұн, 4 ас қасық сұйық май, 20 грамм какао қажет. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып, үстінен 200 грамм құмшекерімізді салып, әппақ болғанша миксерлейміз. Осындай болып көпіргеннен соң үстіне ванилинімізді салып, сұйық майымызды құйып, миксерлейміз. Жақсылап араластырып болғаннан соң үстінен 180 грамм қайнатылған ыстық суымызды құямыз. Содан соң тағы да араластырамыз. Енді біз құрғақ ингредиенттерімізді араластырамыз. Ұнымызға разрыхлителімізді, какаомызды салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Осы араластырып болған бөліктерімізді 2 бөлікке бөле отырып, ыдысымызға салып, миксерлейміз. Ұнымыздың қалған бөлігін салып, тағы да миксерлейміз. Бір келкі масса болғанша араластырамыз. Бізде осындай сұйық масса пайда болады. Енді осы дайын болған массамызды пергамент қағазына құйып, 250 градуста 25 минут пісіріп аламыз. Бізде осылай ыспашка тығып көру арқылы піскенін байқасақ болады. Осы рецептпен бізде 5 трайфл шығады. Осылай қамырымызды бөліктерге бөліп аламыз. Енді кремін жасаймыз. 200 грамм сливкиге 100 грамм құмшекерімізді салып араластырамыз. Сливкиіміз 33-35% болу керек, және салқын болу қажет міндетті түрде. Одан соң үстінен 200 грамм творожный сырымызды салып араластырамыз. Бізде осындай крем дайын. Енді пищевой пленкамызға құйып аламыз кремімізді. Дайын болған қамырымызды ыдыстарымызға орналастырамыз. Барлығын осылай орналастырып болғаннан соң үстінен кремімізді жағамыз. Қамырымызды қойып болдық. Енді үстінен осылай етіп кремін жағып шығамыз. Кремдерімізді осылай тегістеп шығамыз. Енді бетіне ганашымызға 1 Қазақстан шоколадпен 150 грамм сливкиді араластырып, ерітіп бетіне құямыз. Құйып болдық. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдейсіздер. Осымен біздің трайфлымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің видеоларыма лайк басып, комментария жазып, тіркеліп кетіңіздер.
Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды.